Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Бүгінгі біздің сабағымыз Workbook кітабымен жалғасады. 25-ші бетте, page number 25. Кешегі біз тапсырмада, алдыңғы сабақтың тапсырмасында Students Book'та біз present continuous тақырыбын өткенбіз. Нағосшақ, яғни соның ішіндегі әрине affirmative and negative sentence, жай сөйлем және болымсыз сөйлем. Енді біз бұл жерде кешегі алдыңғы сабақтағы тапсырмаға қарай, жаңағы грамматиканы берілгенге қарай, біз бүкіл берілген тапсырмаларды сол present continuous'ке құрап шығамыз, иә. Бірінші тапсырманы мен тез жылдам ауызша айтып жіберем, келесісін сіздерге көрсетем. Бірінші тапсырмада бізде бұл affirmative және negative бөліп болған, кестенің ішіндегі барлық тұрған бұлар болымсыз және жай сөйлемдегі көмекші етістіктер. Бірінші I am міндетті түрде болады деп айтқам кеше. Алдыңғы сабақта дегенім he, she, it үшінші жақтағы жекеше түрдегі есімдіктер бұларға, яғни affirmative болса әрине is болады. You, we, you, they бұларға are көмекші етістігі, көпшілік түрдің көмекші етістігі studying, yes. Negative болса, бұл жерде not тұрғандағы болымсыз көмекші етістігін табамыз. I am not reading. He, she, it isn't reading. You, we, you, they are not reading. Немесе қысқартылған түрі aren't. Yes. Okay. Exercise number 2. Complete the sentences using the ing form of the verb in brackets. Яғни мына жақшаның ішіндегі берілген етістікті біз present continuous'ке қойып шығуымыз керек. Формулаға сүйеніп, иә. Is, am, are, одан кейін етістікке біз ing жұрнағы жалғанамыз дедік кеше. Окей. Мінекей біріншісі, the first, Jacob is watching TV. Is қойдым. Mom and dad are flying to Spain. The third, your cat is sitting on my bed. The fourth, dad is practicing the guitar. The fifth, we are running in the park. And the last one, the bus is stopping near the shops. Мінекей осылай болады. And we'll continue on exercise number 3. Okay, exercise number 3. Біз не істейміз? Бұл жерде кесте берілген, кестедегі сөздерді біз мағынасына сәйкес, берілген 6 түрлі сөйлем берілген, соларға сәйкесін бірінші тауып аламыз мағынасына қарап. Одан кейін ол берілген кестедегін тауып алғаннан кейін соны present continuous'қа келтіріп жазамыз. Мысалы, Clara is in the kitchen. Клара асханада. She is making dinner. Ол түскі асты дайындап жатыр. Яғни, мына make dinner'ді алғанда, яғни Клара қыз болған соң, she есімдігін алған, she is көмекші етістік, make ing, making dinner. Көрдіңіздер ғой. Окей, бұл жерде біріншісінде, бұл жерде Rachel is at the computer. Rachel компьютерде отыр. Яғни, қай сөйлем болады? Yes, she is writing an email. Ол поштада жазып отыр. Next, Daniel and Max are at the sports center. They are playing basketball. Zach is in the classroom. He is doing an exam. Callum is in his bedroom. He is going to bed. Samuel and Anne are at the cinema. They are watching a film. And the last one, the dog is in the river. It is swimming. Мінекей, осылай болады. Next, exercise number 4. Write affirmative or negative sentences. Яғни, мына берілген сөйлемдердің жанында егерде белгі тұрса мынандай, онда жай сөйлем құраймыз, X тұрса болымсыз сөйлем етіп құрап жазады екенбіз. Okay, the first sentence. They are not listening to music. Не үшін? Not дедім, себебі мінеке X болып тұр. Келесі. We are eating dinner at home. She is playing tennis in the park. We are not studying snakes at school. You are not writing an email in English. They are visiting some friends.
He is not looking at the teacher. Мінекей, осылай болады. And exercise number 5. Write affirmative and negative sentences about the picture. Use the present continuous. Бұл жерде суретпен жұмыс жасаймыз. Кімнің не жасап, немесе жасамай жатқанын. Яғни, жай сөйлем және болымсыз сөйлем құрауымыз керек. Үлгіге қарап. Окей. The first, бірінші. Қанша сөйлеміміз құрауымыз керек? Бізде 8 сөйлем құрауымыз керек екен. Rose and Jack are playing a football. Рос пен Джек екеуі футбол ойнап жатыр дейді. Мінекей, екеуі футбол ойнап жатыр. Amy is doing gymnastic. Amy не істеп жатыр? Дәл қазір гимнастика жасап жатыр. Жаттығу жасап жатыр. Үшінші, Tom is running. Том жүгіріп бара жатыр. Sarah is not sleeping. Сара ұйықтап жатқан жоқ. Бұл болымсыз сөйлем ретінде құрадық. Жатыр, бірақ ұйықтап жатқан жоқ дедім. Бесінші, Robbie and Sue are not eating a dinner. Robbie мен Sue екеуі тамақтанып жатқан жоқ. Түскі асын жеп жатқан жоқ. Себебі екеуі бірдей, біреу жегенмен екіншісі жемей отыр. Немесе мынау Sue бір затты ұстап қарап отқан шығар, енді білмедім, бірақ солай құрадым. Окей, алтыншысы, Dan is reading a newspaper. Dan мінекей газет оқып жатыр. Газет оқып отыр қазір. Арқарай. Pat is not looking at friends. Pat қайда? Мінекей Pat бұл жерде достарына қарап жатқан жоқ, қарап тұрған жоқ. Достары мынау жандағы 2 дос деп алдым. Болымсыз сөйлем, және де соңғысы Sarah is not speaking. Сара сөйлесіп жатқан жоқ. Ол жай ғана бақылап жатыр деген мағынада. Окей. Бүгін біздің сабағымыз аяқталды. Келесі жаңа қызықты сабақты өткізіп алмас үшін арнама міндетті түрде тіркеліп, қоңырауша белгіні басуды ұмытпаңыздар. Күнделікті тапсырмаларды бірге орындаймыз. Егер сұрақтарыңыз болса, комментарийге жазыңыздар, мен міндетті түрде жауап беремін. Келесі сабақта көріскенше сау болыңыздар.